мұхаммед алейхиссаламның көкірегінің жарылуы. Халима ханым айтады, мұхаммед алейхиссалам бір күні күндіз бауырғарым көрінбейді, себебі неде? деп сұрады. Қой бағуға кетті, үйге түнде келеді, дедім. Ол, мені де солармен бірге жіберіңізші, мен де қой бағамын, деді. Түрлі сылтаулар тауып айттым. Ақырында көңілін қалдырмау үшін жарайды, дедім. Ертеңіне шашын тарап, киіндіріп, сүт бауырғарымен бірге жібердім. Бірнеше күн барып келіп жүрді. Бір күні сүт бауыры Шайма қырдан келген кезде көзімнің қарашығы, балам Мұхаммед қайда? деп сұрадым. Далада, деді. Ыстыққа қалай шыдап жүр? дегенімде, ей анашым, оған ешқандай зиян келмейді. Өйткені бір бұлт әрдайым оның үстінде жүреді. Оны күннен қорғайды, деді. Не айтып тұрсың? Шын айтып тұрсың ба? дегенімде ол ант етті. Тек сонда ғана жаным жай тапты. Бір күні тау түсте сүт бауыры Абдуллах терлеп тепшіп жүгіріп келіп, анашым, тез жүгіріңіз, Құрайыштық бауырыммен бірге қой бағып жүргенбіз. Кенеттен жасыл киінген 3 адам келіп, бауырымды таудың басына алып кетті. Шалқасынан жатқызып, қарнын пышақпен жарды. Олар сол жерде қалды. Бауырымның қандай жағдайда екенін білмеймін, деді. Сол сәтте қаным басыма шапшып, жүгірген күйі сол жерге бардық. Дереу көтеріп басынан сүйіп, не болды? Кім тиісті? деп сұрадым. Ол үйден шыққанда жасыл киінген 2 адамды көрдім. Бірінің қолында күміс құман, екіншісінің қолында тастан жасалған шылапшын бар болатын. Шылапшын қардан да ақ бір нәрсеге толы болатын. Мені таудың басына алып барып, шалқамнан жатқызды. Көкірегімді кеудеме дейін жарды. Бірақ менің еш жерім ауырған жоқ. Қолын салып ішіндегілерді алды. Жанағы ақ нәрсемен жуып қайта салды. Бірі екіншісіне, тұр, мен де міндетімді орындаймын, деп қолын салып жүрегімді алып шықты. 2-ге бөліп, ішінен қара нәрсені алып тастады. Сенің денеңде шайтанның нәсібі осы еді. Оны алып тастадық. Ей Аллах тағаланың сүйікті құлы, сені күмәннан, шайтанның айласынан таза еттік, деп жүрегімді өздеріндегі жұмсақ нәрсемен толтырды. Нұрдан жасалған мөрмен мөр басты. Әлгі кезге дейін сол мөрдің салқындығы барлық денеме сезіледі. Олардың бір қолын жараға қойған кезде ол жер тез жазылды. Сосын мені үмметімнен 10 адаммен таразыға тартты. Мен ауыр бастым. 1000 адаммен тартты. Тағы да ауыр болдым. Сосын олардың бірі, енді тартпай-ақ қой. Уаллахи, оны бүкіл үмметімен тартсан да ауыр басады, деді. Сосын олар менің қолымды, бетімді сүйіп, мені осы жерге қойып кетіп қалды, деді. Көкірегінде жарылған жердің белгісі бар еді. Пайғамбарымыздың басынан өткен және Құран кәрімнің Инширах сүресінің 1 аятында көрсетілген бұл оқиға шаққы садыр, яғни көкірегінің жарылуы деп аталады. Мұхаммед алейхиссаламға пайғамбарлығы білдірілгеннен кейін кейбір сахабалар, я Расулаллах, бізге өзіңіз туралы айтасыз ба? дегенде, мен атам Ибрахимнің дұғасымын, бауырым Исаның сүйіншісімін, ал анамның көрген түсімін. Ол маған жүкті кезінде Шам сарайларынан шыққан бір нұрдың өзінен шыққанын көрген болатын. Мен Саад бин Бәкір ұлдарының қасында өстім, деді. Халима ханым оны 4 жасқа толғаннан кейін Меккеге апарып, анасына тапсырды. Атасы Абдул-Мутталиб бибі Халимаға көп сыйлықтар берді. Халима ханым оны Меккеге қалдырып кеткеннен кейінгі қайғысын, жаным мен көңілім сонымен бірге Меккеде қалып қойғандай болды, деп білдірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм 6 жасына дейін анасының қасында өсті. 6 жасында анасы Үммі Айман деген күнмен бірге туыстарына барып көру және әкесі
абдуллахтың мазарын зиярат ету үшін Мәдина қаласына барды. Ол жақта бір ай болды. Пайғамбарымыз Мәдинада Нәжжар аударының көлшігінде жүзуді үйренді. Сол кезде бір яһуди білгірі оның арқасындағы пайғамбарлық мөрді байқап қалды. Қасына барып есімін сұрады. Ахмет деген кезде ол адам «Мына бала ақырзаман пайғамбары болады» деп айқайлады. Сол жердегі кейбір яһуди ғалымдары да ондағы пайғамбарлық белгісін көріп, жақында шығатын пайғамбардың осы бала болатыны жайлы өз араларында әңгімелесіп қалды. Олардың қызғаныш пен қызығу аралас айтып жатқан сөздерін естіген Үммі Айман қорқып жағдайды дереу Хазіретті Аминаға хабарлайды. Бибі Амина балаға бір зиян келмесін деген уайыммен оны алып тезірек Меккеге қайту үшін жолға шығады. Бірақ Әбуа деген жерге барған кезде Хазіретті Амина аяқ астынан әлсіреп ауырып қалады. Барған сайын ауруы асқынып, жиі-жиі есінен тана береді. Қасынан айырылмай, жасты көздерімен қарап тұрған ұлы Мұхаммед алейхиссаламға қарап: «Ей, атылған өлім оғынан Алла тағаланың көмегі арқасында 100 түйе құнымен аман қалған адамның ұлы. Алла тағала сені аман қылсын. Егер түсімде көргендерім тура шығатын болса, сен мейірімді, рақымды, Алла тағала тарапынан адамзат баласына харам мен халалды үйретуші ретінде жіберілгенсің. Хақ тағала сені көне ғасырлардан бері әр түрлі ру тайпалардың ұрпақтан ұрпаққа өткізуімен жалғасып келе жатқан пұттарынан және пұтқа табынушылықтан сақтап қорғайды» деп мына өлеңді оқиды. Ескіреді жаңа тән, өлер барлық тірі жан, таусылады бар болған, қалған ба жас сақталған. Мен де өлермін, жетіп бір абыройға бұйырған, саған ана болуды нәсіп етті жаратқан. Мен артымда қалдырдым нұрдай қайырлы ұрпақ. Енді рақат көз жұмам, торқа болар топырақ. Атым қалғай әрдайым дастан болып тілдерде, ал сенің махаббатың мәңгілік көңілдерде. Сосын анасы көз жұмады. Сол жерге жерленеді. Әмина анамыз қайтыс болғанда 20 жаста болатын. Үммі Айман жас кезінде ата-ана мейірімінен бірдей марқұм қалған әлемдердің сұлтаны болған пайғамбарымызды қасына алып, бірнеше күндік жолдан кейін Меккеге әкеліп, атасы Абдулмұтталибке тапсырады.